фэшн-шоулар өтіп жатыр. Бізге трендті жасап беретін ең мықты брендтер қоңыр түстер. Палитрадағы түстер модада. Темно-синий или кішкене ашықтау. Осындай кішкене бөлшектерді денеңізде ашық қалдырасыз. Бұл Аташкина стиль сейчас в тренде. Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қыздардың ең сүйікті тақырыбы трендтер жайында сөйлесетін боламыз. Нақтырақ айтқанда 2021-2022 жылдардағы ең басты, барлық емес, ең басты деген трендтерге тоқталатын боламыз. Барлықтарыңыз білесіздер, қазір Францияда, Италияда, Миланда осы ең мықты деген брендтердің фэшн-шоулары өтіп жатыр. Бізге трендті жасап беретін ең мықты брендтер өздерінің показдарын жасап көрсетті. Достар, уақытты көп созбай, ең бірінші осы 21-22 жылдардағы күз бен қыс мезгіліндегі ең маңызды деген түстерге тоқталып өтемін. Ең бірінші бұл бізде ешкімге таңсық емес, яғни қара түс трендте. Бұл енді суық мерзімде қара түстің ең маңызды түстердің қатарында болатыны, енді ол бәрімізге түсінікті. Жаз болса біз бәріміз ақ кигіміз келеді, ал күн суытқан сайын қара киімге көбірек жүгіреміз. Одан кейінгі күзгі қысқы мезгілдердегі ең сәнді түстердің бірі бұл қоңыр түс. Яғни қара қоңыр, ашық қоңыр, кәдімгі қоңыр түстер. Палитрадағы түстер модада. Тағы да ең сәнді түстердің бірі өте көп көрсетілді. Барлық ең мықты деген брендтер өздерінің киім үлгілерін осы түспен көрсетті. Бұл көк түс. Көк түс енді өте көп болды. Қара көк, ашық көк, насыщенный синий дейді ғой, өте әдемі. Особенно маған худилар осындай түсте өте қатты ұнады. Показдарда көрсеткен өте әдемі. Енді мен ойлап отырмын, куртканы осындай түсте алу керек сияқты, темно-синий. Темно-синий или кішкене ашықтау. Жасыл түс бұл көктемгі показдарда да өте көп болған болатын. Енді көктемгі жазғы қазір күзгі қысқыға ауысып жатыр. Біздің қалада жасыл түс енді ғана сәнге кіріп жатқан сияқты, өйткені барлық магазиндердің витриналарында жаңағы жасыл түстер өте көптеп кездеседі.
осы жылғы күзгі қысқы показдардың ішіндегі ерекше көзге түскені бұл ақ түсті киімдер, ақ түсті пальто, ақ түсті пуховик, ақ түсті жаңағы трикотажный двойкалар. Бізде биыл енді ең сәнді деген түстердің бірі бұл қара, ақ және қызыл. Ақ түсті де монохромны киюге болады, бірыңғай ақ түсте не болмаса ақ пен қараның үйлесімділігі. Енді күзде бұл бізде студенттерге, оқушыларға барлығы ақ пен қара киеді, және офиста жұмыс істейтіндер бұл кісілерге бұл таңсық емес. Енді тіпті сәнді киім ретінде саналатын болады. Ол кісілердің униформалары, формаларын бір модный, трендовый қылдырғылары келсек, кішкентай бантик тағуға болады. Осындай рубашкаларына, не болмаса джемперлерге өте әдемі көрінеді, өте нежно, нәзік көрінеді. Ал одан кейінгі түс айтып кеткенімдей қызыл түс. Қызыл түс бұл енді самый пик, классический красный. Негізінде қызыл, қара, ақ ешқашан сәнмен кетпейді ғой. Кейінгі жаңағы көктемгі жазғы показдардан өздерінің орнын сақтап тұрған бұл түстер розовый, күлгін түс, оранжевый, қызғылт сары түс, сиреневый, фиолетовый, әлі де актуальный түстердің бірі. Одан кейін әрине бұл классический бежевый. Осындай бежевый түстер әлі де актуальный. Актуальный түстер, яғни өзіңіздің киім үлгілеріңізге қоссаңыз болады. Осы басы жоғарыда айтып кеткен түстердің барлығының үйлесімділігіне келетін болсақ, енді сочетание. Бірінші орында бұл әрине монохром. Бір түсте киіну. Бір түсте киініп, total look жасау, яғни тек қана бір әттенікте не болмаса бір палитрамен киіну. Одан кейін color block, ол яғни екі түсте ғана киіну, color block. Бұл өте көп кездесті, жаңағыдай айттым ғой, қызылмен фиолетовый, қарамен ақ, не болмаса қоңырмен ақ дегендей екі түстің үйлесімділігі ең көп кездескен. Бұл әрине қара, бір киімде, бір лукта қара, ақ, қоңыр. Яғни сізде ең маңызды киімдер қоңыр түсте болады, пиджак, шалбар, ішінен сіз ақты кисеңіз болады, және қара бір акцент, сумка қара, аяқ киім қара деген сияқты. Самый трендовый биылғы жылғы ерекше сочетаниялардың ішінде осы көзге түсті. Ал енді киімдерге келетін болсақ, барлық киім үлгілерін енді бүгін айтуға уақыт жетпейді. Сол себепті ең маңызды деген топ 7 трендті таңдап алдым. Ең бірінші бұл разрезы. Яғни шалбарлардың жаңағы бізде жазда өте көп кездесті. Осындай шалбарлар бізде киіп та жүрміз, осындай шалбарларды разрездермен. Енді күзгі қысқы показдарда бұл әрине барлық жерге қатысты разрезы болды. Яғни кішкене бөлшектерді денеңізде ашық қалдырасыз. Бұл өте сәнді биылғы жылғы тренд осы. Кейін
Екінші тренд бұл сіз көп блогерлардан байқап жүрген шығарсыз, уже танымал адамдардан. Бұл яғни үстіне оверсайз кетті. В основном мынау иығы широкий пиджак не болмаса кофта дегенде қалың объемный кофта мен лосина. Лосина, колготки биыл енді трендте. Яғни ең бірінші акцент аяққа түсу керек. Үшінші бұл көп кездескен драпированный платье, драпированный жаңағы юбкалар, комбинезондар өте көп кездесті. Бұл бірлесіздер ме, бізде бір жылдары сәнде болды. Осындай біз көйлектер киетінбіз, етегінде мынандай жіптерімен тартып. Одан кейін енді мини длина өте сәнде. Қазір барлығы мини юбка, мини двойка костюм юбкасы мен мини кардиганы, мини шорты барлығы трендте. Мех, искусственный мех, яғни меховой сумкалар көп болды, меховой аяқ киімдер, унтилар өте көп болды. Одан кейін шубалар искусственный әлі де бізде трендте қалады. Алтыншы бұл трикотажный костюмдар. Трикотаж өте көп. Трикотажный костюмдар, комплекттер, жаңа кардигандар, кофталар, одан джемперлер, одан кейін трикотажный көйлектер ең маңызды. Бойы ұзын арық қыздарға енді трикотажный көйлектер ұзын. Ең маңызды ұзын миди длинада. Ең үлкен жаңа 80-ші жылғы кофталар қайтадан сәнге келді. Яғни, міне фотода көп тұрғандарыңыздай, осындай кофталар өте сәнді. Мысалға, атаңыздың, ағаңыздың ескі осындай көйлек кофталары болатын болса, өзіңізге алып қойсаңыз болады. Аташкина стиль сейчас в тренде. Жетіншісі бұл бәрімізге белгілі комплекттер, яғни тройкалар, двойкалар, сіздерде костюм, жилетка, шалбарымен, костюм, жилетка, юбкасымен, костюм бұл еще монохромны, total look, одан кейін жаңағы комплект. Сіз кәдімгідей модница боласыз, сол киімдер сізде болса. Одан кейін спортивный костюмдар, трикотажный комплекттер барлығы трендте, сол себепті өзіңізге қысқы мезгілге міндетті түрде трикотажный двойка алыңыз, спортивный костюм енді сама собой бар шығар барлық. Одан кейін трикотажный юбка, кофта юбкасымен трендте өте қатты, кардиган, майка трикотажный юбкасымен комплекттер алып қарасаңыздар болады. Енді өзіңіздің фигураңызға келетіндей, өзіңізге жарасатындай, өзіңізге ыңғайлы болатын киімдерді таңдасаңыздар болады. Мен көрсеткен киімдердің барлығы ең маңызды деген топ 7 киім үлгілері. Енді керегін өздеріңізге түртіп алыңыздар. Егер де қызықты болатын болса, ары қарай жалғастыруға болады.